Bir күнні базарға, bir құлны сатарға деп алып кетірділер. Ол бек міскін халдейді. Көзі соқыр, тәні жарақатлы, қолы шулақ, өзі еш нәрсе тұтып ішлей алмай, еркінлеп атламай, башқа ғайыплерде шақты еді. Енді қожасы мұны бір кімде сатып алмас деп тұра еді. Тек шулай да бір кіші қол білен қызықсынды. Ғариплігін көріп қожасынан сұрады. Тілі нешік? Сөзлері нендей дейді? Сатушысы да, янашадағылары да әйттілер. Мұның тілі бек татлы, келешлі, түзік. Сөзге бек ұста, ешкімге қаты бәрілмәс, деділер. Ол кіші, олайса, барлық ғайыплері білән сатып алырға ризамын деп құлны сатып алды. Сатып алушының ең бірінші тіл турында сұрауы ғажап түгіл. Дүнияда ең ашы нәрседе тіл, ең түші нәрседе тіл дей халық. Атасының вафатынан соң бек бай мирас алып қалған бір яш жігіт шушы мирасыны исраф етуге кірішті. Бірнеше күн ішінде мал мүлкетінің барысында орнаштырып, үстінде бір ескірек тоннан башқа бір нәрсесі қалмады. Ол тонны да сатар еді. Ләкин қыш күні болғандықтан тоңы бөлермін деп қорқа еді. Міне бір күні бұл егіт бір қарлығашыны көрді, һәм тонны да сатып ішті. Қарлығашының жиһанға яз күні келгені мәғлумдыр. Егітнің ойынша енді хавалар яқшыланды, күннер жылынды, суықлар да ерақлашты. Енді тонны да сатсаң бұла. Әмма яш егіт бір қарлығаш яз ұясамы деген мәқалini бүтінлей ұнытқан еді. Міне бір вақытны қойдандыр ене суықлар, буранлар шықты. Мұржаларда бағана-бағана түтінлер көрініп, жана табандар астында шытыр-шытыр қар тауышы естіле башлады. Бишара яш жігіт те суықтан тамам üşüді. Салқын үзәгіне өткенліктен ихтиярсыздан көзлеріне яшлар атылып шықты. Bir күнні егіт турамда ергенде тон саттырған қарлығашының қар үстінде қатып қалған өлексесін көргеш, аның янына келіп, «Ей бәдбәхет қарлығаш, бітірдің сен мені, сен ашанып мен қыш күні тонсыз қалдым» дейді. Өзі ақмақның сөзі де ақмақ. Йоқса кіші өзінің бәхетсізлігінде бейшара құшыны ғайыплар еді мүсің?